Ашығу кезінде бірінші кезекте висцеральный майлар кетеді. Висцеральный май дегеніміз не? Ол біздің ішекте, құрсақ қуысымызда, мүшелерімізді айнала орналасқан май. Мысалға, жүрегімізді, бүйрегімізді, бауырымызды, ішектерімізді сыртын айнала май басып қалады. Содан біздің ішіміз өте үлкен болып көрінеді, семіздіктен. Ал ашығу кезінде бірінші кезекте ағза осы висцеральный майлармен қоректеніп бастайды. Соның әсерінен бірінші кезекте ішіміз тегістеліп, ішіміз кішірейіп бастайды ашығу кезінде. Ағза енді ақылды ғой, ол біледі да, бірінші денсаулыққа қай жердің майын алған пайдалы, сол жердің майымен қоректеніп бастайды. Соның әсерінен ағзадағы ашығудан кейін зат алмасу процестері жақсарып, мүшелеріміз өздерінің қызметін қайтадан дұрыс қалыпқа келтіру процесі уже іске асып кетеді. Қанымдар, ашығыңыздар. Ашығу ол тек қана арықтау емес, денсаулығыңыздың жақсы жаққа өзгеруінің кепілі. Ашығу туралы толық ақпарат білу үшін төменге ашығу деп жазып кетіңіз.